Ата заңымызда көрсетілгендей биліктің бір тармағы саналатын сот жүйесі елімізде адам құқығы мен бостандығының сақталуының, қоғамдағы тұрақтылық пен дамудың қамтамасыз етілуінің бірден-бір кепілі. Осы салада жастарға үлгі өнеге бола білетін, әріптестерінің ортасында сыйлы, өз қызметіне адал, үнемі ізденіп, біліктілігін арттырумен шұғылданып, тәжірибелілігімен ерекшеленетін мамандардың бірі Сырдария аудандық сотының бас маманы Асан Меңдігүл Есенбайқызы. Меңдігүл Есенбайқызы сот саласындағы еңбек жолын 2007 жылдан бастап Сырдария аудандық сотының іс тіркеуші, іс жүргізу инспекторы, жетекші маман 2021 жылдың 21 шілдесінен бастап қазіргі уақытқа дейін Сырдария аудандық сотының бас маман қызметін атқарады. Меңдігүл Есенбайқызы сот саласында 17 жылдан аса абыроймен қызмет атқарып келеді. Өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарайды. Өзінің сот саласында жылдар бойы жинаған тәжірибесін жастарға үйретуден жалықпайтын жан. Меңдігүл Есенбайқызы Сырдария аудандық сотына келіп түскен барлық құжаттардың электронды карточкалерге тіркелуін қамтамасыз ету, түсетін ұсыныстарды, арыздарды, шағымдарды есепке алу мен тіркеу және оларды қарау мерзімдерінің сақталуын бақылау, азаматтық әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді және басқа да материалдарды тіркеу, оларды автоматты түрде және Қызылорда облысы бойынша департамент басшысының басқа да тапсырмаларын орындау бас маманның тікелей міндеті болып табылады. Меңдігүл Есенбайқызы сот саласында жеткен жетістіктері аз емес. Ұзақ жылдар бойы еңбектің жетістіктері үшін 2017 жылы Қызылорда облысы бойынша соттар әкімшісінің алғыс хатымен, 2018 жылы Қызылорда облыстық сотының төрағасымен, Қазақстан Республикасы Судьялар одағының Қызылорда облысы бойынша соттар әкімшісінің алғыс хатымен, 2021 жылы Сырдария ауданы әкімінің алғыс хатымен, 2022 жылы Қазақстан Республикасы Судьялар одағының төрағасының алғыс хатымен, 2023 жылы Қызылорда облыстық соты төрағасының құрмет грамотасымен марапатталған. Жеке өмірінде де көпке үлгі боларлықтай отбасында аяулы ана, сүйікті жар.